Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті қонақтар және оқушылар. Бүгінгі әке арманы оқушылар арасындағы шығарма байқауының қорытынды кешіне қош келдіңіздер. Бұл шығарманың негізгі мақсаты әке мен баланың арасындағы махаббат дәріптеу және әкені ұлықтау болатын. Біз осы шығарманың ұйымдастыру барысында осы 100-ге жуық хат келді бізге. Осы хаттың ішінде қаншама тағдырлар, қаншама оқиғаларды оқыдық. Соның барысында біз көзіміз жетті. Ұйымдастырып жатқан негізгі мақсатымыздың орындалғанына біз куә болдық. Қалай дейсіздер ғой? Өйткені қаншама оқушылар әкесіне деген махаббатын, назын, сезімін хат арқылы жеткізіп, мені осы арқылы мен бір жылап алдым, бір қуандым, ішімде босап қалдым, жеңілдедім деген сөздерді оқыған кезде, расында біздің негізгі мақсатымыз орындалғанын сол кезде түсінген болатынбыз. Жақсы, ендеше бүгінгі кешіміздің шымылдығын ашатын, қазақ еліне танымал, жас болса да өзін талай айтыста мойындатып жүрген, бүгінгі шығармаға өзінің арнауын арқалап келіп отқан қазақ еліне танымал Нұрғали Анапиұлдарыңызды шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Ал енді қазақ айтады, нағыз қазақ домбыра деп, міне домбырасын арқалап келіп отқан ұлдарыңызды бір қошеметтеп отырыңыздар. Сөз бастасын ақпал ерің, көрінсем жақсы емес пе топта менің. Айналдым алтын елден өздеріңнен, мен үшін әрқашанда мақтан едім. Басынан ақ жөн біледім, дәстүрді сарымайдай сақтап едім. Қандай қонақ келсе де жат көрместен қымызбенен көжені баптап едім. Осы жерге кеп жатыр деп ойлаймын, әрбір істің байыбын тапқан елім. Әкеге деген құрмет деп білемін, Азаннан осында шапқан едің. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, қуанып мәз-мейрам болып отқан елім. Мәдениет сарайының төрінеген, әкелерді ардақтап жатқан елім. Айтылған сөз ән болмайды, әрине сөзсіз әндем сән болмайды. Әкелерді ардақтап жатқан кезде айтайын мен осында бар мән жайды. Әке деген бағыр ғой, аңғалдық пен анау мынау нәрсені аңғармайды.
ішінде баласынан бір рет ұрыспаған жан болмайды. Өйткені олар біздерді ойлап айтады, оны естіген балада қор болмайды. Ұзын сөздің қысқасын айтар болсам, әкесіз өміріңде мән болмайды. Қысқасы осындағы балдар үшін әкеден асқан мықты жан болмайды. Ағайын арасында барлық әке баласы жақсы болғанын армандайды. Тойдырмайын балдарды жат өлеңге, әкелерде лайықты мәбелеуге. Кешірімді болмаса сол әкелер, балалар баланың еркелігін көтерер ме? Бұл күні қанша мәке балаларын тек қана жақсылыққа жетелеуден. Құдайым өмір берсін балаларға, Құдайым қуат берсін әкелерге. Келгендер шайырудың әнін көрсін, әнімен құрылатын сәнін көрсін. Біздер мұнда көп келе бермейміз ғой, барша ел тілегімнің мәнін көрсін. Әр қазақтың бойында арын болсын, бар қазақтың бойында жанын болсын. Әр қазақтың үйінде ата-анасын ардақтап құрмет қылған дарын болсын. Құдайым осындағы баршаңызға дейтінім бас бармақтай бағым берсін. Осы жерде айтылған тілегіміз Алланың қалауымен қабыл болсын. Үстем болсын мерейін, сіздергенді бұдан артық не дейін. Әкелерді құрмет тұтып жатқанда баршаңызға бір ән салып берейін. Әкелерді құрмет тұтып жатқанда баршаңызға бір ән салып берейін. Ана деген жанып тұрған шырағым, әке деген ағып тұрған бұлағым. Бұл дүниеде олар разы болса егер, бұл дүниеде жәннат болар тұрағым. Сондықтан да солар үшін Алладан ұзақ өмір нәсіп ет деп сұрадым. Әке деген біздерді ойлап жатпайды, баласынан артық оған жоқ қайғы. Әр уақытта еркелікті көтеріп, біздер дәркез жүрегінде сақтайды. Әке деген мейірімді жан ол өтеп, әке деген үйіңдегі береке, аналардың әрбір күні береке, әкелердің әрбір күні береке. Берекелі ғұмырларды сүріңдер, әрқашанда шаттаныңдар, күліңдер. Жүздеріңнен әр таймастан ешқашан, жүзге дейін қартаймастан жүріңдер. Арайлаған ата берсін таңдарың, дұрыс бізге әкелердің болғанын. Ұзын сөз 90 сөздің мен түйінін айтайын, орындалсын әкелердің арманы. Жүрсін елім бар әлемді таң қылып, даусың шықсын алты қырдан жаңғырып. Мерекелі күндеріміз көп болып, әкелерім жасай берсін мәңгілік. Мерекелі күндеріміз көп болып, бар әкелер жасай берсін мәңгілік.
Бәрекелді. Нұрекеңе тағы қошемет болсын шағайын. Бәрекелді. Енді осында Адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысының орынбасары Сәрсенбек Мұхит ағамыз келіп отыр. Кәні бұл қошеметтің ортаға шақырайықшы. Мұхит ағамыз Құдай қаласа міне осында қазір ынталандыру сыйлығы тапсырылатын болады. Сол оқушыларды біз шетінен шақырып отырайық Құдай қаласа. Енді бұл оқушыларымыз сағысын басын, бұл жарыс болғаннан кейін оза шабатын олар. Сондықтан мадақтама игілік қоғамдық қорының жүлдесі үшін мектеп оқушылар арасында өткен аудандық әке арманы шығармалар байқауында ынталандыру сыйлығын алған үшін Ерназаров мектебінің оқушысы Жантөре Мейіржан марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Нысанбайұлы мектебінің оқушысы Хайрамонов Вали марапатталады. Бектайт мектебінің оқушысы Мінжасар Гүлжан марапатталады. Бәрекелді. Гүлжан қандасымызға тағы бір қошемет болсыншы. Қарындасымыз қаншама облыстық, аудандық байқауларда орын алып жүрген қарындасымыз. Бәрекелді. Орын жайғаса ойыңыздар. Бәрекелді. Дәл осындай мәтінменен Төлепбаев мектебінің оқушысы Темірбек Раяна марапатталады. Мектеп гимназиясының оқушысы Оразбек Назерке марапатталады. Оразбаев мектебінің оқушысы Қалдар Дана марапатталады. Бәрекелді. Ерназаров мектебінің оқушысы Пернебек Ақжүніс марапатталады. Осы аталған оқушыларымыз бүгінгі ынталандыру сыйлығыменен марапатталып жатыр. Тағы бір қошемет болсын шағайын. Мұхит аға, кәні тұра қойыңыз ортаға. Бұл естелікке суретке түсіп алайық. Ал Диасжан. Бәрекелді. Орталарыңызға жайғасаңыздар. Кән жігіттерден көмектесейік қыздарға. Ал енді бүгінгі жарысымыздың негізгі құндылығы деп атасақ та болады. Енді бүгін Құдай қаласа оқушыларымыз өзінің әкесіне деген сағынышын, махаббатын, барша оқушылар хатқа түсірген болатын. Осы хаттардың ішінен оза шапқан біз хаттарды қазір оқушылардың өзіне оқытатын боламыз. Бірінші оқитын қызымыз Амангелді мектебінің оқушысы Тәкен қызы Еңлік қарындасымызды сіздердің қошаметтеріңізбен сахнаға шақырамыз. Келе қойыңыз. Ал баршаңызға рахмет, тыныштық сақтап тыңдайық. Әкеге хат. Әкешім, бұл хаттың сіздің қолыңызға тимейтінін өте жақсы білемін. Бірақ та осы хатты жазу барысында сіз қасымда тұрғаныңыздай күйдемін.
қолыңызға тимесе де менің сол бір жан айқайымды естиді деген үміттемін. Әкешім, сізді қатты сағындым. Бір сіз өмірде әлі бар сияқтысыз. Бірақ кейде мәңгі ұйқыға кеткен кейпіңіз көз алдымнан елестеп кетеді. Білесіз бе, сіз өмірден өтті дегенде мүлдем сене алмадым. Естігенде аң-таң болған сонша көз жасымды да шығара алмадым. Анам телефонды қолына ала сала жүгіргенде әке сіздің бар еміңізді Алладан сұрадым. Сізді өлді дегенде бірден ауылға шықтым. Мен үйге кірсем, бүкіл адам мені құшақтап аймалауда. Бірақ мен мүлдем сіздің өлгеніңізге сене алмадым. Тіпті жылай да алмадым, білесіз бе? Сізді ауруханадан әкеліп кіргізіп қойғанда мен сонда да сенбедім. Оны басқа адамда елестеттім. Бірақ түнде келіп сіздің бейнеңізді көргенде әкешім ішіме бір күйік түскенде болды. Сол бір түйіп ренжігендей қабағыңыз, қатулы түріңіз, сол бір көгерген денелеріңіз әлі күнге дейін көз алдымда. Сол күні мен сізді қалай құшақтағанымды, сол сәттегі суық денеңіз жүрегіме әлі суықтық салғандай. Сол кездегі Алладан тілегенім сіз оянып мені қайттан құшақтаса екен деп. Әттең, ол ешқашан орындалмайды. Келген адамдар маған аяныш көздермен қарағанда әкешім, өз-өзімді ұстай алмадым. Сізді жуындырып үйде шығарып жатқанда ол жағдайды айтып жеткізе алмадым. Аяғымнан тік тұра алмадым, әкешім. Мен мықты бола алмадым. Тіпті қызыңыз жылайтын жас таба алмады. Іші күйіп бара жатты. Жылай алмадым. Сол күйі меңірейіп қалдым. Адамдар не болып бара жатыр десеңізші, қызы әкесі өлсе де жыламай қалай тұр деп әңгіме айтады. Бірақ сол кездегі күйді өздері сезініп көрмеген. Алла тағала ешкімнің басына мұндай сынақ бермесін деп те тілеймін. Анама күш-қуат берейін деп мен жылап езілсем, анама не болады деген оймен жүрдім. Сағыныш іштегі мұң қалып қояды екен сонда да. Кішкентайлар папа қайда, түнде келіп деп айтты ма дегенде тіпті айтарға сөз таппадым. Сөйтіп күндер өте берді. Құран оқығанда өмірден өткен айтуған тәкен арын ұлының рухына бағыштадым дегенде көзіме дереу жас жиналады. Сол күні сіз өмірден кеткен соң өмірім түбегейлі өзгерді десем де болады. Сіздің баяғы сары қылығыңыз еркелей алмады. Күліп жадырайтын қызыңыз сол күннен тұйық болып қалды. Өзімді бір мезетте бір күнде есейген қыздай сезіндім. Сізсіз әр күнім ескі естеліктермен өтумен болдым. Әр жүріс-тұрысым, ұйықтағаным, ас бөлмесіне кіргенім, тіпті мектепке бара жатқан жолда сізді еске салып тұрды. Сіздің 40 күндігіңіз өте сала үйдегі адамдар бірден өзгерді. Қарындасыңыз анамды бұрышқа тақап ұрғанда мен қол ұшын бере алмадым, әкешім. Шамам жетпеді. Анамның жүрегі қысылып жерге құлағанда анамнан да айырмашы деп жыладым. Бірақ сол күні Алла мен тілегімді естігенде анамды өзіме берді. Бұл қиындық мұнымен бітпеп еді. Әлі талай сынақ дайындап отыр екен алдымызға. Мен ақпан айында больницаға жатқызды. Сол күн түн есімнен ешқашан да шықпайтын шығар. Анам терезенің алдында кішкентайлармен келіп тұрғанда ештеңе түсінбеп едім. Бірақ оқиғаны үйдегі қайдағы бір қағаз ақшаға дау болып үйден анам мен балаларды қуып жібергенін естіп, көңілім оларға деген сол мезетте өшіп кетті. Ауруханадан шыққым келді, бірақ ол мүмкін емес еді.
дала суық, ана мен бауырларымды далаға тастай салғаны жүрегіме тас орнатты. Сонша аяусыз адам болғаныма деген ойда болдым. Ағам отан алдындағы борышын орындауда, әпкем Астанада барлығына қарап қорған болатын, анама қолдау беріп көңілін табатын, ана мен бауырларымды асырайтын мен болдым. Сол кезде мен өзімді мүлдем 14 жасар қыздай деп есептемеймін. Бірақ әкешім, неге тым болмаса 10 жыл сөйлей алмадыңыз? Сізге рахатыңызды да көрсете алмадық қой. Бар қызық алда еді. Сол бір баяғы бақытты отбасын аңсаймын. 4 көзіміз түгел бақытты еді қой. Неге аяқ асты онда өмірге тап болдық әке? Ойын қызы болып жүрген кезімді. Ең бастысы әкелік махаббаттан саймын. Сіздің орныңыз әлі күнге дейін өте ауыр тиеді. Кейде ашық, кейде тоқ жүретін сол көктеріміз ортада жиын болғанда, тіпті ағайын араларында, тойларда бүкіл жерден өте қатты білінеді. Әке, сіз барда бұлай жүрмеуші едік қой деген, бұлай қиналмас едік қой, неге сонша жас кеттім? Қазіргі кезде ана бізге қарап, біз оған қарап қолдау боламыз. Осы қиыншылыққа мойын сұнбай алға қарай жылжуды ойлап жүрдік. Аллаға шүкір, қазіргі күніміз жақсы. Ұлымыз отан алдындағы борышын орындап, өзінің армандаған жұмысына кірді. Қызымыз үлкен жетістіктерден көрінуде. Ал маған келетін болсам, менің де сабақ үлгерімім жақсы. Сіздің үмітіңізді ақтаудамын және әрқашан ақтаймын. Кейде бір өкініш болады екенді. Осы марапатты әкем көргенде, осы қуанышымды әттең қасымда болғанда деген кезде көбірек болады. Мен сізге өмірімнің соңына дейін, тіпті ана дүниеде сізге разымын әкешім. Сіз қасымда жоқ болсаңыз да, сіздің осы жасыма дейін берген тәрбиеңізді сақтауға уәде беремін. Тәкеннің қызы деген атақты ешқашан кірлетпеуге, жұрт еңіліп, Тәкеннің дәл осыға деген сөзге жеткізу үшін барымды саламын. Алла қаласын. Бұл өмір болғаннан кейін қаншама тағдырлар өтеді. Біздің де мақсатымыз, құрметті оқушылар, тірі кезімізде ата-анамыздың қадірін біліп, соларға шамамыз келгенше қуантайықшы. Енді келесі бізде өзінің тағы әкесіне деген сағыныш хатын алып келіп отқан Төрткүл мектебінің оқушы Жамбыл Айбол қарындасымыз. Келе алыңыз. Дыңыл, құлағымда жаңғырық болған дыңыл. Менің көздерім сол сәтте есіктен басқа еш дүниені көрмеді. Бар ойымда өтірік. Есікке тұра ұмтылдым. Ауланың салқындығы, қоңыр салқын желдің ызғыруы маған әсер етпес. Ете алмас. Сірә жүректегі салқындыққа жетпейді ғой. Сол сәтте мен өзімді ең бақытсыз, ең нашар әрі қорғансыз, қарлығаштың балапаны секілді сезіндім. Себебі неге? Себебі әкем енді жоқ. Маған қорған болатын, мені аялайтын, мені қорғайтын енді әкем жоқ. Міне, дәл осы сөзді маған айту ең ауыр.
Мейлі, мен қазір сол бір күнгі қайтып келмес қиыншылықтарды ұмытайын, бірақ әкем ше, оны ұмыта аламын ба? Ол менің жүрегімде мәңгі сақталады. Менің әкем Шыңғысхан, Ақназат сай, ел есінде қалатындай нар тұлғалы еді. Марқұм әкем өмірінің жарты ғұмырын бала оқытумен өткізді. Мектебімізден білім алатын әр балаға тарих жайлы дәріс беретін, келешегіне үміт сыйлайтын. Әкемнің педагогикалық тактикасы өзгелерге еш ұқсамайтын. Әр сабағы әзілге толы, қызықты, бағамды өтетін. Ал тақтаға салған шима жатпақ суреттері әлі көз алдымда. Қисынға келмейтін адамдар, Қазақстанның картасы және оңға солға құлап жатқан цифрлар. Мұның барлығы әкемнің педагогикалық еңбек жолында кешкен әр сәт еді. Әттең, мен сол сәттерді еш бағаламадым. Мүмкін балалық болар, әлде сыныптастармен қызық боладым ба белгісіз. Ешқашан әкемнің сабағын зейін қойып тыңдамаған екен. Қазір істеген сол бір әрекеттерінің жазасын алып жатқан сықылдымын. Жаным ауырады. Неге зейін қоймадым? Неге папамның өткен әр сабағын сүйіспеншілікпен тыңдамадым екен деп? Әр сәт осы сұрақтар саны менің өкінішімді тудырады. Әкеме деген сағынышқа ұласқан бұл өкініш мен өз сезімдерімді жеткізе алмаймын. Бұл сондай қасірет. Дүниеге келген сәтімде ес білмеймін ғой. Үлкендерде ол туралы жартып айтпайды. Әкемнің мен туылғандағы қуанышын айтам. Қатты қуанғаншымды. Білмеймін, әйтеуір мені өте қатты жақсы көретін. Ылғи да айтушым деп өзі жекеменшік еткен лақапатпен мені шақырып қорған болатын. Тіпті маған дауыс тонын көтеріп сөйлеген емес. Тіпті бауырларым маған деген назын әкем айтып барса, атасының қызына тимеңдер, оның жолы үлкен, сөйлемеңдер деп теп тастайды. Ал қазір есіме түсіп отырғаны әкемнің тойдан келгендегі бейнесі. Ай, қазақтың той керемет қой. Әкемді көлде емес, мұхитта жүзіп жүрген сиқымен қарсы алатынбыз. Әкемнің алдында қане дегенде қолымызды тосып тұратынбыз. Мен, сіңілдерім және. Сонда әкем аяқ киімін шешпестен қалтасындағы салған бар тәттісін, тіпті соңғы қалған 5 тиынына дейін бізге үлестіріп береді. Содан кейін не болады дейсіз ғой? Ойыңызша әкеміз шаршап ұйықтап қалады. Жоқ, ол кісі ешқашан тойдан келгенде ұйықтап қалған емес. Керісінше, сарқып күтіп отырған біздің бала көңілімізге ілесіп, бала болып кететін. Арқасына сыйыспай, сен әрі отыр, мен неге отыруым керек деп бауырларымызбен сөзіміз жараспай, әкемнің арқасымен біраз әлектеніп жатқанда, әкем кішінімді арқасына салып бізді қуалай жөнелетін. Ал сол сәтте жан-жаққа тымтырақай қашқанымыз. Анамның жатсаңдаршы деген айқайы, әкемнің ләйлі жүз салды. Енді Ташынайды қуалаймыз деген жанға жағымды дауысы. Мен 14-15 жасар қызбын, әкемнің арқасына отыруға таласады. Қателеспесем 2020 жылдың қыс мезгілі, дәл 19 қаңтар күні әкем жолдастарымен балық аулауға Шошқа көлге қарай жол жүрген болатын. Менің туған күнім болатын күні әкемнің кетіп қалғаны үшін сол сәттерде қатты жабырқағаным есімде. Себебі әкем балық аулауға, аң аулауға шықса бір-екі күн деп келмейтін. Туған күнімді папамсыз қарсы аламын ба деп үй тасасына барып жылап алғаным сол кезде. Бала көңіл ғой. Әкем қатыспаған әр мереке санатынан шығарып тастайтынмын. Бірақ қазірде жақынның сөз өткен айтулы күндер елеусіз қалып кетеді ғой есте. Содан анам әйтеуір менің туған күнімді елеп ескеріп тәттілер пісірді, тағамдар жасады. Сол кезде барып сезінген шығармын туған күнімнің аурасын. Алайда мен сол кезде қынжылтқаны ешқандай сұрақсыз, ешқандай тәтті сусынсыз қарсы алған туған күнім еді. Неге мамам базарладып тәтті торт алып келмеді? Мендегі бала көңілді жүдеткен сұрақ не болса еді. Түс ауып, менің туған күнімді тойлау үшін анам дастархан жая бастады. Іні сіңлілеріме қарайлап мен жүрмін анда. Келеді ағам, папам келді деп айқалады. Сол кездегі менің қуанышымды көрсеңіз. Еске тұра ұмтыла көліктен түсіп жатқан әкеме қарайлап тұр. Әкемнің өзіменен бірге ала келгендері тәтті тусындар, торт және бірнеше тәттілер. Бұл сөз үшін қарапайым болып көрінер, алайда ол сәт мен үшін асылдан да бағалы еді. Қазір маған әкем келіп титіндей қоқым берсе, мен оның өмірінің соңғы секундына дейін қастелеп өтеремін. Қарапайым болса да, жүрегімнің түбінде қалып қойған осы бір сәт менің әкеме деген махаббатымды, сағынышымды көрсетеді. Мен көп дүниені армандайтынмын.
шетелге оқуға түсуді, биші болуды, ата-ананы ертіп саяхаттауды. Сондағы менің басты арманым әкемнің көзін емдету болатын. Жас күнінде садақ оғына мертіккен әкемнің сол көзі бала кезінен көрмейтін. Мендегі сол бір ниет әкемнің қалай қиналғанын топшылайды. Ойлаңызшы, бір көзбен оңай соқпайды ғой. Әсіресе мұғалім болып бала оқыту үшін. Бірақ мен әкемнің көзімен болған мәселесін еш көрген емеспін. Кітапты жақсы оқитын, монитордағы бейнелерді анық көретін. Тек бәрібір бала жүрек сезеді ғой әкемнің көзбен болған мәселелерден қиналатынын. Әкем шақырып, көзіне дәрі тамызуын өтінгенде мен қайтсем де әкемнің көзін емдеймін деп ойлаушы едім. Әлемдегі ең білікті дәрігерлерді жалдап, осы үшін бар жоғанды төлеймін деп армандаушы едім. Әттең тірі болғаныңызда сол арман менің жүректе мәңгілік қалмас еді. Кім білсін? Мен 15 жасқа толмас шағымда әкем маған көлік айдауды үйретті. Көлікті қалай іске қосады, мені солай өзімен ерттейтін. Әлі жадымда алғаш болып көлікті тізгініме ұстатқаны. Ол кезде бәрінен бейхабармын. Тіпті тежегіштің қайда екенін де білмеймін ғой. Сонда әкем мынау деп әйтеуір бәрін түсіндіргендей болды да көлікті қосып берген есімде. Автоматтандырылған көлікті айдау маған қорқынышты көрінді. Сонда әкем, денеңді боста, ештеңеден қорықпа деп, еш тәжірибесіз оқ менің бала көңіліме сенім ұялатқан болады. Қызығушылығымды да ашты. Бірақ мен ол кезде көліктің астын ұзаннан ұзалған трасса бойына қалай ұрғанымды есепке алмағанда, өзімнен тәп-тәуір жүргізуші шығатынын түсіндім. Дәрісімен көлікті жақсы меңгеріп шықтым. Үнемі жолға шыққан уақытта әкеме ілесіп көлікті айдап барып келіп жүретінмін. Әкем сонда үнемі қызыма 11 сыныпты бітірген соң көлік алып беретінмін деп айтатын. Ал мен әкем айтқан күнді тағатсыздана күтетінмін. 1 желтоқсан. Әкемнің қайтқан күнінде әжелерім әкемді жоқтап сыр шертісіп отырған еді. Ал мен апамның аяғына басымды қойып, оларды жай ғана тыңдап жаттым. Сонда нағашы әжем мына бір әңгімені қозғады. Шыңғыс балам, әкемді айтып жатыр. Шыңғыс балам екеуміз бір жерге шығатын болып, ол мені үйден алып кеткен еді. Жол бойына әңгіме айтып бардық. Сонда жарықтық балам маған, әйтеуші мен 11 сыныпты бітірген соң көлік алып беремін. Ол мені анда-мұнда тасиды. Тойға алып барып, тойдан алып қайтады деді. Сонда мен тұрып сұраймын ғой. Әйтеушім тұрмыс құрып балалы шағалы болмайды ма деп. Сондағы баламның берген жауабын естісеңіздер деп нағашы әжем маған қарады. Әкем айтады. Мен әйтеушімді қимаймын. Оны өзімен алып қаламын деді. Осы сөздерді естіп мен іштейтінмін. Моральдық тұрғыда күйредім. Сауым сынды. Өксігім тамағыма келіп тірелді. Сол сәтте менің есімде әкемнің маған айтқан соңғы өсиеті түсті. 1 желтоқсан. Таңертең ата-баба рухына Құран бағыштау үшін әкем екеуміз базарлатпақ болып, ауыл арасына көлікпен қатынадық. Сонда қоярда қоймай сұрап алған көлігімді тізгіндеп жүргенімде, әкем жолдың жиегіне шықпа деген болды. Бірнеше рет сол ескертпелерді естісем де мән бермедім. Кейін қайда жол жүрдік. Сондағысы тағы әкем жол жиегіне шықпа, шиыршық тастар тартып әкетеді деп ашуланды. Әсте бұрыш жүріп келе жатқандығым жоқ қой деп көңіліме алмадым. Сондағысы бұл әкемнің маған қалдырған соңғы өсиеті екен ғой. Сол күні, сол кеште әкем дәл осы жол көлік оқиғасынан көз жұмды. Сол бір шиыршық тастардан. Әкемнің дүниеден өткеніне ендігі 1,5 жылға жуық уақыт болды. Осы уақыт аралығы біз үшін бар қиындықтың ақыреті секілді көрінді. Анам әкемсіз қаймықты. Ағама әкемнің арқалап жүрген бар жүгі міндеттелді. Ал біз мені қоя тұрып 6-7 жасар іні сіңлерінің жай-күйіне қатты алаңдаймын. Әкем махаббатына шомылып өскен олар үшін әкемнің бір сәт көзден ғайып болуы, олар үнемі кешетін. Папа қайда? Ол Алма теруге кетті ме деп сұрайтын.
Сол кездегі сағынған жүректің сабылғаны. Бауырларының балалық шақтары әкемсіз өткен оқиғаларға ендігі арқау болып жатыр. Олар жылайды, сағынады. Не дегенмен бала ғой. Әкемнің сан мәрте арқасына асып ойнағанын, өзенге шомылдырғанын, қуаласпақ, тығылыспақ ойнағандарын сағынады. Ал осы сәттердің ең ауыры олар жастай ойнаған жартылай жетім атанды. Бұл қаралы тап, жүрекке де, құлаққа да түрпідей тиеді. Әкемсіз өткен әр күн, әр уақыт, әр секунд біздер үшін қайғыға толы болды. Әкеміз барында білмеуші еді қиындықтың не екенін. Қарапайым мал шаруашылығын өзі адамды қаншалықты қашты. Әкем сол қиындықтардың бірін де сездірмей, егінін егіп, малын бақып жұмысын жасап біздерді асырап жүрді. Қазір біз уақыттың ағымымен өмірімізді ақырындап сүріп жатырмыз. Былтырғы жылғыда емес, аяққа тұрып еңсемізді тіктедік. Алайда мен әкемсіз өткен күндерімізді ойласам, жылағым келеді. Жаңбыр астында қыстық отынды сонау 1 шақырым жердегі қораға тасығанымыз, суық ызғарда малды қарайлағанымыз, ағам оқуға кеткендегі жайғылатын малдың жай күйі, егілетін егіннің қиыншылығы, күздің қамба. Сонау қиыншылықтарды қазір есіме мүлде алғым келмейді. Ойлаған сайын адамның жылағаны, ағамның қиналғаны жүрегімді еріксіз жылатады. Қазір Алланың көрсеткен әр күніне шүкіршілік етіп, ақырындап аяққа тұрып келеміз. Қиыншылықтың да бір қайыры болады дейді ғой, үмітімді үзбеймін. Болашаққа қояр арман мақсаттарым өте көп. Өмір мені қанша аяқтан шалса да түрегелемін. Бұрынғыдай құласам, орнымнан тұрғызатын әкемнің жоқ екенін білемін. Алайда әкем мені демейді. Мен көтерілемін биікке. Қаһарлы ызғар менен ұштасқан желтоқсанның айбарына толғаспан. Сол кештерде суығы жауыз суға жауып, әкемізді алып бізден жер құшқан. Үйде бір адамдарда сабыр жоқ. Көзімді ашсам, қызым, енді әкең жоқ. Сене алмадым, күндік кімде келмеді. Әке, сенің кеткеніңе ендігі. Айлар өтті, жылдар өтті, зымырап. Сізсіз қалды мына әлем қаңырап. Бауырларым анамды ылғи сабылды, әкесізсіз тауымызда шағылып. Жылаутығын анам ылғи кештетіп, көрсетпейтін жылағанын естіртіп, ең алдымен ауыр тиді анама келген суын хабар лебі кештетіп. Сағынамын, сағынбайды дейсіз бе? Әкемізді еске аламын әр кезде. Жүрек шіркін батпайды ғой ойлауға, есіледі бала жүрек сол сәтте. Әке, баға жетпес асыл, әкемізді бар кезінде бағалайық. Жаныңыз жәннатта болсын, әкешім. Әкелерімізді Алла рахмын алсын дейміз. Келесі Смайылов мектебінің оқушысы Гүлдана Тоқташ қалмазыңыз шақырамыз қошаметтеріңізбен. Әке арманы. Мен үйдің кенжесімін, яғни әкемнің еркесімін. Менің әкем қара торы, толықтау келген мұртты кісі. Әкемнің есімі Марат. 1969 жылы дүниеге келген. Менің 3 бауырым және әжем бар. Мені баққан, маған қараған әкем мен әжем еді. Себебі анам менің 10 жасымда қайтыс болды. Анамның өлімі бәрімізге ауыр тиді. Себебі әжем үнемі ауырған адамға жайлылық керек деп отырушы еді. Содан 6 мамыр күні анамды үйге алып келді. Анамды қатты сағындық. Әсіресе әкем жүдеп кетті. Анамды маған көрсеткен жоқ. Бөлмесіне алып кетті. Мен анамның дауысын естідімде қорқып кеттім. Анам қатты айқайлап жылай береді. Кейін ұйықтап қалған болу керек. Анамның дауысы шықпады. Мен сағат 3-те сыртқа шықтым, келіп оянып кеттім.
жарығы жанып тұр. Есікті сәл ашып ішке кірдім. Анам ояу жатыр екен. Төсектен басын көтеріп маған қарады. Анам қатты азып кетіпті. Маған қарап сәл жымиды да жатып қалды. Барып қатты құшақтап алғым келді, бірақ бара алмадым. Анам жүре алмайтын дәрежеге жетіпті. Бұны кейін білдім. Таңертең үйде у-шудан оянып кеттім. Бір бөлмеде бір өзіп жатырмын. Түнде қасымда әкем бар еді, ал қазір ешкім жоқ. Сырттан жылаған адамдардың даусы естіледі. Біздің әжетхана далада әрі алыста еді. Барып келем дегенше көп адамдар есік алдына жиналып қалыпты. Арасында туысқандарым да бар. Мені құшақтап кезек-кезек жылай береді. Мен болсам түк түсінбей үйге кіріп кеттім. Кірген кезде әпшем айқайлап, анам өлген жоқ, ол тірі өлген жоқ деп жыламсырап қайталай береді. Жан-жағыма қарасам, үй астан кестең болып кетті. Ары қарай есімде жоқ. Кейін оянсам, әпкелерім жанымда отыр. Олардың сөзінен анамның қайтыс болғанын естіп, солқылдап жылай бердім. Анамның 40 күндік асын беретін кез еді. Туыстарым, нағашыларым әкемді жұбатқандай болды. Сосын ең соңында нағашыларымның барлығы әкеме екінші әйел алуға рұқсат беретіндерін айтып, өз ризашылықтарын білдірді. Мен қатты қорқып кеттім. Себебі өгей шешенің қандай болатынын жақсы білетінмін. Бәріміз әкем не айтар екен деп отырмыз. Әкем көзін қолымен сүртіп, жоқ, керек емес деп сыртқа шығып кетті. Мен сол кезде әкемнің осы сөзінен қаншалықты адал екенін түсіндім. Содан кейін әпкем қалаға оқуға кетті. Үлкен ағам айлап әр қалада вахтада жұмыс жасады. Әкем болса, анам қайтыс болғасын, бізді ойлап жұмысынан шығып кетті. Үйде тек әкем, әжем, мен және ортаншы ағам қалдық. Түнде мен әкемнің қасына жататын болдым. Сонда әкемнің күніге түнде сыбырлап, бір нәрселер айтып жататынын ести бастадым. Әкем екі қолын жайып, «Иә Аллам, ұл қызымды аман есен жеткізейін, маған күш қуат бер» деп дұға тілеп жатыр екен. Кей кездері даусын шығармай, жылайтынын да естейтінмін. Сонда дұғамды шығармай жататынмын. Әкем күнде түнде тек осы тілекті айта беретін. Әкем үнемі дәу қазанға көже жасайды. Сөйтіп, біз ол көжені сол көжені 2 күн кейде 3 күн ішеміз. Үйде 2 сиырымыз бар болатын. Оны да әкеп салады, бізге салғызбайды. Бірақ әкемнің қолында жаралар көп болғандықтан сүтті аз сауады да қалғанын бұзауға емдеді. Ол сүтті азында әжемізге пісіріп береміз. Үлкен ағам вахтадан келетін кезде бәріміз қуанып асыға күтеміз. Себебі ол азық түлікке келеді. Ағам қамыр жайылатын. Бізге әр келгенде бешбармақ жасап береді. Біз оны турап, сорпа қылып 4-5 күн ішеміз. Бір күні мен 7 сыныпқа өтіп, сабаққа қыздармен барып жаттым. Ол кезде арамызда киім жайлаймай шығып кетті. Барлығы киімдерін өздері емес анамыз таңдайды деп ренжіп келе жатты. Сосын мен оларға киімімді әкеммен бірге таңдайтынымды айттым. Әкеммен бірге таңдайтынды айттым. Олар менде басқа амал жоқ екенін қайдан білсін. Бірақ маған бұл қалыпты жағдай секілді. Себебі әкеммен бірге таңдаған өте қызық. Сосын ертесіне ортаншағым Ерсұлтан су ағатын колонканың басын сындырып алды. Әкем болса оған қатты ұрсы. Себебі оны өзі әрең жөндеген еді. Кейін Ерсұлтан жоқ болып кетті. Ерсұлтан деп айқайласам дыбыс бермейді. Үйдің артына қарасам отыр екен.
айтып отыр. Ол әнді естіп жылағым келіп кетті. Ол өлеңде ыңырсып алып кет мені. Алып кет мені, алып шық мені. Жетеді енді болды. Кейін оны әкем айтқан еді. Әкем барып оны құшақтап еркелетіп кешірім сұрады. Мен 7-ші сыныпқа дейін әкемнің қасында жаттым. Әжемнің ұят болады деген сөзден кейін бөлек жататын болдым. Қалай бөлек жаттым, солай тұрып мен ұйықтай алмай қорқып жататын болдым. Тіпті түн ортасында сықылықтап күлген. Сықылықтап күлген балалардың даусынан қол аяғым дірілдейтін. Келесі күні жатқан жерімнен тұра алмай қалдым. Қол аяғым қатып, үстімнен ауыр күш басып қоқынып барады. Тілімді калимаға да келтіруді білмеймін. Кейін осы жағдай қайталана берді. Басында әкемді уайымдатқым келмейді. Кейін бірақ бәрін айтып бердім. Әкем маған тілімді камераға келтіруді үйретіп дұға жаттатты. Түнде қорықсаң қасыма кел деп бетімнен сүйді. Мен түнде жатарда дұға тілеп сүре оқып ұйықтайтын болдым. Міне солай бастырылмайтын да күлген дауыстарды естімейтін де болдым. Содан 2 күннен кейін әжемнің зейнетақысы түседі. Бәріміз қуанып күттік. Сосын әкем зейнетақы алуға ерте кетті. Түс болды, бірақ әкем әлі келген жоқ. Үйде еш нәрсе қалмаған, қарнымыз қатты аш еді. Түс қайта әкем келді. Қолында еш нәрсе жоқ, ашуланып, мұңайып тұрған түрінен көрініп тұр. Сөйтсек түске дейін кезекте тұрып, кезегі келгесін алайын десе, әжемнің толғұжаты қалтасында жоқ екен. Қанша іздесе де таппапты. Енді міне, нан жоқ, оны жабатын ұн да жоқ, ал қарнымыз аш. Сол кезде көрші апамыз 2 сөмке толы азық-түлік алып келді де әкеме қарай тұршы, үйдің кілтін дүкенше ұмытып кетіппін деп асығып кетіп қалды. Мен әкемнің қасына барып қарасам, сөмкенің іші толы екен. Сөмкенің сыртынан көрініп тұр. Тәттілер, нан, картоп, сәбіз бәрі бар. Мен әкеме бір алма алып беріңізші, көп екенін білмей қалады деген едім. Әкем қатты қызарып кетті. Сәл тұрып, бұған тиісуге болмайды. Бұл аманат қызым. Оған қиянат қылуға болмайды деп бетімнен сүйді. Әкемнің жылайын деп тұрғанын көрдім де үйге кіріп кеттім. Келесі күні төлқұжатты үйден тауып алдым. Әкем барлық азық-түліктерді алып, маған тәттілер және 1 кило алма керіпті. Мен қатты қуандым. Әкемнің осынша қамқор, жанашыр екенін сол кезде түсіндім. Мен 8-ші сыныпқа өткенде барлық тамақтарды жасап үйрендім. Нан жауып, бешбармақ та жасай алатын болдым. Бұның бәрін үйреткен ол менің әкем. Әкемнің қолдауымен көптеген жарыстарға қатысып, тұйық мінезім ашылды. Әпкем 2018-те тұрмысқа шықты. Ағам 2021 жылы үйленді. Ортаншағам грантпен оқуға түсті. Әжемнің дені сау, Құдайға шүкір. Шыны керек, әкемнің сол баяғы Алладан тілеген арман тілектері қабыл болған секілді. Енді міне, мен өз орнымды тапсам, әкемнің арманы толық орындалары анық. Ал менің кішкентайымнан тілеген бір арманым әлі орындалған жоқ. Соны осы жерге жазып кетейін. Кішкентайымнан тілегенім әкем ащы су ішпесе екен. Осыны әлі күнге дейін күнде тілеймін. Бірақ осы сөзді әкемнің өзіне әлі айтқан емеспін. Бірақ әкешім, сіздің ұзақ өмір сүруіңіз үшін ащы суды қойыңыз керек. Сіз бізге керексіз. Сол тентек су әкемнің түбіне жете ма деп қатты қорқамын. Менің бір түсінгенім, әке деген жауапкершілігі мол, түсінігі мол адал жан екен. Әке де қыз балаға анадай жақын бола алады екен. Менің әкем жауапкершілік пен мейірімділікті бірге алып жүрген абзал жан. Әкем менің арманымды орындаса, мен мәңгілік әкемнің арманын орындар едім. Әкешім менің жаннатым, әкешім менің барым. Рахмет. Рахмет. Қорытынды кешінде марапаттайтын қонақтарды шақырайық.
Үшінші орынды табыстайтын Ордабасы ауданының ішкі саясат бөлімінің басшысы Әділ Ысқақ ағамыз келіп отыр. Ағамызға бір қошемет болсыншы. Біздің жанашыр ағамыз қандай ұсыныс болса да жанымыздан табылып, мен сендерді қолдаймын деп қолдауын көрсетіп жүрген ағамыз. Аға, қош келіпсіз, бәрекелді. Мадақтаманы бірінші сөйлей олыңыз, айтар сөзіңіз болса. Құрметті оқушылар, құрметті қонақтар, мынау тақырыптың өзі бір керемет. Қазақта бір жақсы сөз бар: әке көрген оқ жанар, ана көрген том ішер дейді. Алып бәйтеректеріңіз аман болсын. Осы игілік қоғамдық қорына алғысымды білдірем. Жалпы қандай игі іс-шараның болса да басқасында жүріп, осындай жастарға демеу болып жатады. Енді әке деген алып бәйтерек қой. Тағы да бір қазақтың жақсы сөзі бар: ат орнын тай басар дейді. Мынау әкелеріңіз ерте кетіп жатқан жағдай болса, оған мұңаймаңыздар. Ағайыныңыз бар, қалың қазақ елі бар, осындай ағаларыңыз бар. Ешқашан сіздер жалғыз емессіздер. Қасыңызда анаңыз болар, мүмкін туысыңыз болар. Сол кісілердің демеуін әрдайым сезінесіздер. Бұдан да өтесіздер. Өтіп те өз басында да осы жағдай, ол жағдайдан да өттік, Аллаға шүкір. Тек қана мұңаймаңыздар. Бір Алла қолдаушыларыңыз болсын. Алып бәйтеректеріңіз құламасын. Аман болыңыздар. Рахмет. Оқып өзіңіз. Игілік қоғамдық қорының жүлдесі үшін мектеп оқушылары арасында өткен аудандық әке арманы шығармалары байқауында 3-ші орын алған үшін Амангелді мектебінің оқушысы Такен қызы Еңлік осы мадақтамамен марапатталады. Еңлік қарындасымыз марапатталды. Бүгінгі байқауда 3-ші орын алған үшін. Бәрекелді, 3-ші орынның сыйлығы планшет. Бәрекелді. Ал енді екінші орынды табыстайтын Ордабасы ауданының депутаты Ерімбетов Ғазиз бауырымыз келіп отыр. Ғазеке кәм келіңіз. Жоқ, тұрсаңыз кетпеңіз. Жас болса да бас болып талай істің басқасында жүрген Ғазиз бауырымыз. Қош келдіңіз. Бәрекелді. Микрофонды ұсынайық. Ғазеке, өзіңізге бір ауыз тілек. Қайырлы күн. Барша жиналған қонақтар, оқушылар, ұстаздар отыр осында. Сіздерге рахмет. Осындай іс-шара ұйымдастырып жатқан мына жерде Елжас ағамыз бар, Қайрат ағамыз бар. Өте керемет іс-шара. Әке арманы деген бұл жерде басты мақсат бар байлығымызды қолымызда бар кезінде бағалау деп түсініп отырмын өзім. Сондықтан баршаларыңызға айтар едім, бар кезінде қадірін біліп, құрметтеп, осы әкенің де, ананың да орны бөлек. Ол жаңа ағаларымыз айтып жатыр, алып бәйтеректеріңіз еш уақытта құламасын. Құдай қаласа, барлықтарыңыз осындай жақсы кештерде көрейік. Атсалысып осында қатысып жатқан оқушыларға да рахмет. Ол өте орынды, дұрыс айтылған, атпен жеткізген ол іштегі жағдайды шығарған ол өте жақсы. Сондықтан рахмет сіздерге, тағы да мың алғыс. Осы шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Рұқсат болса, құттықтайын. Оқып бере қойыңыз. Мадақтама. Игілік қоғамдық қорының жүлдесін үшін мектеп оқушылар арасында өткен аудандық әке арманы шығармалары байқауының 2-ші орнын алған үшін Төрткүл мектебінің оқушысы Жамбыл Аида қарындасымыз марапаттауға рұқсат етілді. Аида марапатталады. Бәрекелді, Аида қарындасымыз игілік қорының ұйымдастырған кітап лайық жобасында 10-ші орын жеңіп алған болатын. Бәрекелді. Міне бүгінгі жүлдесі ол 2-ші орын. Ал 2-ші орынның сыйлығы бізде телевизор. Бәрекелді. Келесі біздің қонағымыз Ордабасы ауданының мәслихатының төрағасы Жұмабеков Бақдәулет ағамыз келіп отыр. Бәрекелді. Бақдәулет ағамызға да бір қошемет болсыншы. Міне жанашыр ағамыз, қанша істің басқасында жүрген аға. Рахмет, шақыруымызды қабыл алып келгеніңізге, өзіңізге алғыс. Бәрекелді. Бір ауыз тілек болсын аға. Ал армысыздар, өнерсүйер қауым. Бүгін міне әке арманы шығармалық байқауының мәресі келіп жетті.
жаңа тыңдадық, жаңа тебірерлік хаттар оқылды. Оны осы жерде отырып бәріміз тыңдадық. Өзі ата-бабамыз әке асқар-тау, ана баурайында бұлақ, бала жағасында құрақ деп осы үш сөзге ата-аналарымыздың жаңа рөлін енгізіп кеткен. Мынау асқар-тауларыңыз құламасын, бұлақтарыңыз суалмасын, біздің тілек осы. Ана әкеміздің, әкелеріміздің арманы, балаларымыз өзімізден де мықты болса деген арман бар. Орындала берсін, биіктен көріне берейік, аман болыңыздар. Мынау әрдайым осындай іс-шаралардың басы қасында жүретін игілік қорына да үлкен рахмет. Рахмет аға. Жастарды арасынан осындай талантты жастарды іздеп осындай нелер өткізіп жүлделер беріп жатқан үлкен рахмет. Бүгін міне игілік қоғамдық қорының жүлдесі үшін мектеп оқушылары арасында өткен аудандық әке арманы шығармалар байқауында бірінші орын алған үшін Исмаилов мектебінің оқушысы Гүлдана Тоқташ. Бәрекелді. Гүлдана қарындасымыз. Гүлдана қарындасымыз да осы кітаптар жобасында 3-ші орын алған болатын. Бәрекелді. Ортаға тұрғаныңыздар. Бүгінгі жүлдеміз енді бірінші орынның сыйлығы ол ноутбук. Бәрекелді. Құтты болсын. Алды естелікке суретке түсіп алайық. Жақынырақ тұрайық. Естелігі дейді. Ал құрметті мұғалімдер, оқушыларымызбен бірге, осы қонақтарымызбен бірге суретке түсіп алсаңыздар болады. Мағлұмет ағашап болса, мұғалімдер болса, бірге өздерінің жеке бір телефонына түсіп алса, кешіріңіздер, білмейді. Ағай, білмейді, отыра тұрсақ бола ма? Кешіріңіздер, біз бір нәрсені ұмытып кетіптік. Бүгін шыны керек, 100-ге жуық хаттың ішінде қаншама тағдырларға куә болдық қой. Шынына 10 хат іріктелініп алынды. Осы хаттың ішінде де неше түрлі тағдырлар. Сондықтан орынды анықтау бізге өте қиын болды. Сондықтан сол мен хатым оқылмай қалды, бірақ өзімнің сезіммен, ойымменен бөліссем деген оқушылар болатын болса, келсеңіздер, келіп ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Оға дейін міне қарындасымыз да өз ойымен бөліскісі келіп отыр. Жарай, қонақтарымыз кет қалмаңыздар. Ойларыңызбен бөлісіп алсақ, кет қалмаңыздар. Құрметті оқушылар, ұстаздар, барлықтарыңыздың алдарыңызда мен өзімнің ата-анама және де ұстаздарыма және игілік қорына өз алғысымды білдіргім келеді. Оның ішінде жетекшім Байсейітова Раушан апайға көп рахмет. Менің бір түсінгенім, осы шығарманы жазу арқылы әрбір оқушы өзінің ішіндегісін шығарады екен. Өзгеге айта алмайтын сырларын жазып, бір жеңілдеп қалады екен. Менің анам рак ауруынан қайтыс болды. Себебі анам өте тұйық және бәрін ішіне сақтайтын. Ал мен де осы күнге дейін осының бәрін ешкімге айтқан емеспін. Ал қазір баршаңыздың алдыңызда айтып отырмын. Мен ойлаймын, осы жаз әр жылы болса, бәлкім осындай қауіпті аурулардың алдын алары анық. Және айтқым келетіні, іштеріңізге еш нәрсені сақтамаңыздар. Бәрін айтып айтпастаңыздар. Тағы да игілік қоғамына рахмет. Рахмет, Айда, өлсіз бі? Ойыңыз бе? Айда қарындасымыз өтініш жасаған еді, соңында мен де бір оймен бөлісем деп. Барлықтарыңызға осы игілік қоғамдық қорының соңғы қорытынды кешіне келгендеріңізге үлкен рахмет айтам. Және де игілік қоғамдық қоры сіздерге үлкен рахмет, осындай жобаларды қолға алып ұйымдастырып отырған. Бұл әр баланың әр шығармашылық қабілетін арттырудағы үлкен белестердің бірі болып табылады. Сол себептен игілік қоғамдық қорына және менің осы күнге дейін өсіріп отырған анама үлкен алғысымды айтамын. Сіздерге шексіз алғысымды білдіремін. Жақсы, рахмет. Айтасыз ба? Мен ең алдымен осы игілік қоғамдық қорына рахмет айтқым келеді. Мен ешқашан бұлай хат жазып, біреуге ішімді ақтарған емеспін. Мен осы Қайрат ағайлармен жұмыс істеген арқылы өз-өзіме шүкіршілік етуді үйрендім. Рахмет.
Мұндай жарыстарымыз келесі оқу жылында да жалғасын табатын болады. Сондықтан, Құдай қаласа қаңықпаңыздар, әлде де бұдан да үлкен жарыстарда қауышқанша амандықта, жақсылықта жолығайық ағайын. Ал құрметті ұстаздар, егер келіп, оқушылармен бірге естелікке суретке түсіп аламын десеңіздер, келіңіздер. Жол торабы әкеден кім аяйды қолда барын әкенің ақ тілегін өтеу парыз мен бүгін әкемді айтып толғанамын ыстық қой кім-кімге де әке деген суық қыш алындырмай мәпелеген өмірдің соқпағымен өрге тартып адам бол деп жетелеген өмірдің соқпағымен өрге тартып алдымен адам бол деп жетелеген кеуде тосып жартасынан біз үшін түскен майдан ортасына алаңсыз салып сайран шалқып жүрміз біз бүгін әкелердің арқасында алаңсыз салып сайран шалқып жүрміз біз бүгін әкелердің арқасында біз бүгін әкелердің арқасында